Сәлеметсіздер ме? Сіздермен Заңғар ағай. Бүгінгі видеода 8-ші сынып алгебра мектеп баспасы 13-те 9-шы есеп. Бұл есепте тағы да жаңағы 13-те 8-ші есеп секілді 6 график салу керек болады. Бірақ 13-те 8-ші есепте бізде мынандай типтес графиктер берілген болатын. X-тің квадраты азайтылған 4 деген секілді. Бұндай жағдайда біздің параболамыз жай ғана 4 бірлікке төмен түсе салатын. Ал мына тапсырмада жақшаның ішінде азайтылып тұр 4-те. Бұндай жағдайда графигіміз төмен жоғары емес, оңға немесе солға жылжиды. Жаттап алыңыздар. Біздің жағдайымызда жақшаның ішінде -4 деп тұрса оңға жылжиды. Ал +4 деп тұрса балалар солға жылжиды. -4 деп тұрса оңға, +4 деп тұрса солға жылжиды. Түсіндіре алдым ба балалар? Яғни бұл жерде сыртында ешқандай да сан жоқ. Қосылған 2 деп тұратын. Сыртында қосу 2 деп тұрса, параболамыз жоғары көтерілетін еді. Жарайды, қазір мен сіздерге минус болса оңға, плюс болса солға деп жазып қоя салайыншы. Енді біздің жағдайымызда минус болып тұр. Демек оңға жылжиды. Міне, негізі мына жақта тұру керек қой біздің шаблон. Бірақ енді ол жерде емес, оңға қарай, 4-ке қарай жылжиды. Енді біздің парабола осылай болады. Міне. Тапсырмада параболаның төбесін, координатасын, төбесін әрқашан давайте балалар А деп белгілейікші төбесі. Жарайды, төбесі деп қайта жаза береміз ба. Төбесі балалар біздің жағдайымызда 4-те 0 болды. Ал нөлдері біздің жағдайымызда 0 сол 4-те 0-дің өзі параболаның төбесі несі. Енді мына жерде түсініп тұрғандарыңыздай плюс деп тұрса, уже солға, плюс деп тұрса солға жылжиды. Яғни мінекей. Мына жерде мына қарай -4-ке шейін жылжиды. Сонда төбесі -4-те 0 болғаны. Ал нөлдері осы біреу ғана -4-те 0. Мына үшінші есепте 13-те 9, үшінші есеп x минус 2,5. Мына жерде бәсе, мен басқаша жазып қойыппын, ал алдыңғы есеп. Бұл жерде x минус 2,5-тің квадраты болуы тиіс еді. Демек, оңға жылжиды. Мына жер мысалы 2,5 болатын болса, біздің графигіміз осы жерде болады. Төбесін ғана жазсақ па, төбесі мен нөлдер екеуі бірдей болып отыр ғой. Төбесі 2,5-те 0. Мінекей. Келесі 4-ші тапсырма. Минусты көріп тұрмыз, мінекей. Минусты көріп тұрмыз, демек оңға жылжиды. Керісінше секілді жаттап алыңыздар. Мына жақта 1 болатын болса, міне. Бірақ енді мына жерде минус таңбасын көріп тұрмыз, сондықтан тармақтары төмен қарай бағытталған болады, былай бағытталған болады. Мінекей. Сонда бұл жерде төбесі 1-де 0. Келесі 5-ші тапсырма. Бұл жерде солға жылжиды плюс болғандықтан, мінекей, -1-ге қарай, и тармақтар тағы да төмен қарай бағыттан болады. Сонда төбесі -1-де 0. 6-ші тапсырма. Оңға 3,2 мына жер болатын болса, тағы да төмен қарай бағытталған минус таңбасын кесінен. Төбесі 3,2-де 0 деп қоямыз. Мінекей балалар, біздің 13-те 9-шы есебіміз түсінікті болса, видеоға лайк басып, каналға жазылыңыздар, достарыңызға жіберіңіздер. Келесі кездескенше.